Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, сіздермен Гүлнұр. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет болып шығатын, құрамы өте қарапайым, тек сүзбе болса болғаны, және де кез келген пайыздық көрсеткіштегі сүзбе жарай береді. Ендеше видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен 3 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды салып, дәміне қарай шым-шым тұзымызды да қосып, миксеріміздің көмегімен жылдамдығын арттыра отыра, әппақ ақ көбік болғанша, яғни біздің массамыз 2 есе ұлғайғанға дейін жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғайып дайын болды. Ендігі кезекте үстінен бөлме температурасындағы 72 немесе 82% майымызды салып, ең алдымен қасығымыздың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Немесе майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп қоссаңыздар да болады. Майымыздың үстінен алдын ала дайындап алған сүзбемізді, яғни творогымызды салып, тағы да миксеріміздің көмегімен біздің массамыз біркелкі араласқанша жақсылап миксерлеп аламыз. Рецепттің жасалу жолын, сонымен қатар құрамы мен мөлшерін толықтай жазба бөлімде жазып қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, біздің массамыз дайын болды. Осылай жан-жағын ортаға ығыстырып, тағы да лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрамына бізге алдын ала електен өткізілген ұн және де разрыхлитель қажет, яғни қопсытқыш, екеуін қосып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араласқан ұнымызды массамыздың үстіне салып, тағы да миксеріміздің көмегімен миксерлеп аламыз. Міне, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Осылай тағы да лопаткамыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте начинкасы үшін бізге алма қажет. Қабығынан ажыратылған алмамызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Өз қалаған формаларыңызда турап алсаңыздар болады. Мен осылай ұзынша көлемде барлығын біркелкі етіп турап дайындап алдым. Дайындап алған қамырымызды кез келген 22-24 немесе 26 диаметрлік формамызға салып, міндетті түрде жан-жағын осылай пергамент бумагасын төсеп алуды ұмытпаңыздар. Және де бетінен алдын ала турап алған алмамызды осылай жайғастырып шығамыз. Турап алған алманы бетіне қоймай, бірден қамырына араластырып салсаңыздар да болады. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан, пирогымыздың беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне, біздің өте тамаша болып шыққан пирогымыз дайын. Міндетті түрде салқындатып алып, формадан шешкен жөн. Рецепт ұнаса, подписаться қара батырмасын басып, өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіз, тіптен керемет болып шығады. Кез келген дастарханымыздың көркін келтіретін сүзбелі
бәлішімізді дастарханымызға ұсынсақ болады. Сонымен қатар менің каналымнан түрлі тәттілер мен салаттар және де ыстық тағам түрлерін де таба аласыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Рецепті жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.